Баршаңызға қайырлы күн достар. Көптен бері рецепт салмадым. Бүгін сіздерге осындай жұп-жұмсақ болып шығатын ватрушканың рецептісімен бөлісемін. Бұл творожный ватрушка. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Алдымен ұнымызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге жарты стакан қантпен оның үстіне тұзын бірге араластырып қойдым, және жылы сүтімізбен шимекі майымызды, құрғақ ашытқымызды, бір жұмыртқамызды дайындап аламыз. Оның үстіне жұмыртқамызды салып, құрғақ ашытқымызды салып, бірге қолымызбен араластырамыз. Одан кейін шимекі майымыз бен сүтімізді құйып араластырамыз, және сүтіміз, бір стакан сүтіміз барлығына жетпейді, сондықтан үстіне жылы су құямыз. Қамырымызды иілеп, бетін жауып, жылы жерге қоямыз 1 сағаттай. Және осындай болып көтерілген кезде оның барлығын противенге осылай етіп астын кішкене майлап жіберсеңіздер болады. Барлығын дөңгелек етіп бөліп, бетін жауып 10-15 минутқа қоямыз. Содан кейін ол осындай болып көтеріліп тұрған кезде тандыр нан сияқты қолымызбен ортасын дөңес етіп басамыз, ортасын басамыз, жан жағы томпайып тұру керек. Осындай болып видеода көргендей барлығын осылай істеп шығасыздар. Енді менде творожный масса дайын, дүкендікі, сондықтан мен дүкендікін саламын. Немесе қолдыкін салсаңыздар, сүзбеңізге қант пен жұмыртқаны араластырып, содан кейін барып саласыздар. Ал менде дайын болғандықтан оны бірден солай ыдыстағыны бірден салдым. Мінекей барлығына бетімен бірдей етіп салып шығасыздар. Және де жан жағына жұмыртқа жағуларыңызға болады, бірақ мен жақпадым. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аласыздар. Мінекей барлығына осылай жағып шығу керек бірдей етіп. Бірақ бетінен қатты асып кетпеу керек. Мінекей барлығы дайын болды. Енді осыны газге салып пісіріп аламыз. Достар, уақыттарыңызды ұмытып кетпей 25 минутта пісіріп алыңыздар. Мен кішкене кешігіп қалдым сөндіруге, сондықтан менікі осындай қызарып кетті шеттері, бірақ ештеңе етпейді, өте дәмді болып пісіп шықты. Сондықтан уақытыңызды ұмытпаңыздар, және каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.